Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ағаштан жасалатын бұйымдарды дайындау және оларды сәндеу. Енді біз бұл бұйымды дайындамас бұрын өзіміздің ұлттық дәстүрімізге сәйкес жетіген дайындауды қолға алдық. Жетіген тек қана біздің қазақ халқында емес, Чуваш, Тыва, Хакас халықтарында пайдаланады екен. Енді жетіген тарихында ертеде бір қария болған екен. Қарияның жетілуі болыпты. Бір кездері ел ішінде ашаршылық болып, қарияның жетілуі бірде қайтыс болған екен. Сол кезде жаңағы үлкен адам кепкен ағашты алып, оған шек тартып, алғаш қайтыс болған үлкеніне арнап күй шығарған екен. Содан кейін әрқайсысы қайтыс болған кезде бір шектен тартып отырып, жеті баласына жеті күй арнаған екен. Содан бұл аспап жетіген деп аталып кеткен екен. Енді жетігенді татар халықтары етіген деп айтады, Тыва халықтары жатқан деп айтады, Хакас халықтары шатқан деп айтады екен. Олардың да осындай жаңағы мұсылман халықтар болғаннан кейін, олар да осындай жетігенді осы уақытқа дейін пайдаланып келе жатыр. Енді біздің ағаштан жасалған болғаннан кейін бұл жетіген жәшік тәріздес дүние. Бұның енді жасалу жолы өте қарапайым. Жетішек тартылады, және дыбыс шығатын тесіктер ойылады. Содан кейін құлақ күйін келтіретін, нотасын келтіретін құлақ бұрандыларын қойылады екен. Енді жеткенде ертеде жасаған кезде бұны тиектің орнына асықтар қойған екен. Асықпен жаңағы дыбыстың әр дыбысын қанша дәрежеде шығару керек, қай нотасы қай жерде келу керек, осының бәрін асықпен келтіріп отырған. Және бұрандасымен қоса асықты қимылдатып, жаңағы осы әртүрлі үн берген жетігенге. Енді біз ағаштан жасалған бұйым болғандықтан, бұған біз арнайы өрнектер салдық. Бұның алдындағы тақырыптарда біз балалар білесіздер, күйдіру өнерімен танысқан болатынбыз. Сондықтан қазақтың ұлттық оюлары салынып, жан-жағына оларды жаңағы күйдіру әдісімен күйдіріп бейнеледік. Бетіне салынды оюлар, ұлттық оюлардың жан-жақтарына салынып қойылды. Енді жаңа айтып кеттім, жасалу жолы өте қарапайым болғандықтан, оған тек қана жақтаушы ағаштары мен үстіңгі бет қақпақтары жабылады. Сонымен жаңағы жетіген аспабы жылдам дайын болады. Құрметті оқушылар, енді мен ағаштан жасалған бұйым болғандықтан қарапайым жасалу жолдарын түсіндіріп кеттім. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Жақсы сау болыңыздар.